Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін біз сіздермен осындай өте дәмді болып шығатын тефтели жасайтын боламыз. Ол үшін бізге сәбіз, пияз, картоп, кез келген фарш және де жұмыртқа қажет болады. Ең алдымен ең майда үкіштен сәбізді өткіземіз. Пиязды майдалап турап, қызып тұрған табада майға қуырып аламыз. Менің жағдайымда тауық фаршынан дайындадым. Негізі еттің фаршынан дайындасаңыздар өте сочный, дәмді болып шығады. Тауық фаршынан кішкене құрғақ болады, бірақ өте тойымды болады. Фарштың үстіне ең майда үкіштен картопты өткіземіз. Оның үстіне жұмыртқа, майда қуырылған сәбіз бен пиязды, тұз, бұрыш, дәмдеуіштерді қосып, жақсылап араластырып, фаршты домалақ форма етіп жасап шығамыз. Менің басқа да видеоларымды көру үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Каналымда өзімнің тапсырысқа жасап жүрген қолөнер бұйымдарымның да мастер-класстарын тегін түсіріп жүктеп қойған болатынмын. Пайдаларыңызға жарасын. Бұл рецептпен алғаш рет жасап тұрғаннан соң мен картопты кішкене үлкен үкіштен өткізіп қойыппын. Сіздерге кеңесім ең майда үкіштен өткізсеңіздер өте әдемі болып шығады. Яғни біздің тефтелиларымыз духовкада пісетін болады. Сол себепті енді біз подливін дайындаймыз. Подливіне томат, оның үстіне қаймақ және де су ғана қажет болады. Осылай 4 ас қасық томат, 4 ас қасық толтырып қаймақ, оның үстіне көптеу мөлшерде су құямыз да томаттың ащылығын сездірмес үшін шекер араластырып дайын болған біздің тефтелилардың үстіне қосатын боламыз. Барлығы видеода көрсетілген, өлшемдері және описанияға жазып өтетін боламын. Неге көріп тұрғандарыңыздай аямай табамыздың ішіне құйып шығамыз. Міндетті түрде подливті кішкене көптеу жасаған дұрыс, өйткені қазір бұл гарнирдің бетіне де подлив ретінде құйылатын болады. Алдын ала қыздырылған 180 градус пеште 30-35 минут дайын болғанша пісіретін боламыз. Ескерте кетейін, егер сіздің пешіңіз менікіндей емес кішірек пеш болатын болса және де тез қызып кететін болса, онда міндетті түрде 180 градус емес, одан төмендеу градусқа қойыңыздар. Менің пешім үлкен пеш болғандықтан мен рецепт бойынша жасадым және өте дәмді болып шықты. Гарнирге кез келген макарон, не болмаса күріш, не болмаса картофель пюремен берсеңіздер болады. Өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Ас болсын, сіздермен бірге болған Әйгерім.